Сіз өз өміріңіздің тарихын жазған кезде қаламды ешкімге ұстатпаңыз. Маңызды медициналық тексерулерді кешіктірмеңіз. Кез келген нәрсеге ең жақсы икем. Жақсы күлкі және жақсы ұйқы. Кешіру басқа адам үшін емес. Бұл сіздің жан тыныштығыңыз үшін. Сіз неғұрлым сабырлы болсаңыз, соғұрлым анық ойлайсыз. Уақыт бәрін дерлік емдейді. Кейде жеңесің, кейде үйренесің. Бірнеше негізгі тағамдарды дайындауды үйреніңіз. Бұл құнды өмірлік дағды. Шыдамдылық бұл күш. Кейде жақсы нәрсені жіберу керек, оның орнына жақсырақ нәрсе келу үшін сіз басқара алатын нәрсеге назар аударыңыз. Және қолыңыздан келмейтін нәрсені тастаңыз. Табысқа апаратын лифт жоқ. Баспалдақпен көтерілу керек. Өзіне деген сенімділікті арттырудың ең жақсы жолы. Істеуге қорқатын нәрсені жасаңыз. Дұрыс емес нәрселерді қууды қашан қоясың, сонда ұстары қуып жетеді. Өтінемін және рахмет деп жиі айтыңыз. Кішкентай әрекеттер өмірді өзгертеді. Қателік жасамайтын адам мүлде ештеңе істемейді. Ең жақсы кек бұл үлкен жетістік. Неғұрлым көп берсең, соғұрлым көп аласың. Сөйлегеннен гөрі көбірек тыңда. Өйткені даналық көбіне үнсіздіктен келеді. Мұны есте сақтаңыз. Өмір кітап сияқты. Кейбір тараулары қайғылы, кейбірі қуанышты. Бірақ олардың барлығы толық оқиға үшін қажет. Егер сіз өз уақытыңызды бағаламасаңыз, басқалар да бағаламайды. Жеке бюджетті жасаңыз және ұстаныңыз. Әзіл сезімін ешқашан жоғалтпаңыз. Күлкі ең жақсы дәрі. Сіз кемпір қосақты ешқашан таба алмайсыз. Төмен қарап, қиын күндер ұзаққа созылмайды. Ең құнды валюта ақша емес уақыт. Оны ақылмен жұмсаңыз. Күмән сәтсіздікке қарағанда көбірек армандарды өлтіреді. Біз шектеулерімізді қабылдағаннан кейін, біз олардың шегінен шығамыз. Өмір болашаққа дайындық. Қарапайым және үнемді. Өмір салты. Барлығынан жақсырақ, денеге де, ақылға да жақсы. Даналық оқудың нәтижесі емес, оны өмір бойы меңгеруге тырысудың нәтижесі. Егер сіз бақытты өмір сүргіңіз келсе, оны адамдарға немесе заттарға емес, мақсатқа байланыстырыңыз. Жарықтың дыбысқа қарағанда жылдам таралатынын бәріміз білеміз. Сондықтан кейбір адамдар сөйлегенін естімейінше жарқын болып көрінеді. Табысты адам болмауға тырысыңыз. Бағалы адам болғаныңыз жөн. Ешқашан қателеспеген адам ешқашан жаңа нәрсені байқамаған. Егер сіз мұны 6 жасар балаға түсіндіре алмасаңыз, онда сіз оны өзіңіз түсінбейсіз. Екі нәрсе шексіз, ғалам және адамның ақымақтығы, және мен ғалам туралы сенімді емеспін. Әлемді 3 ұлы күш билейді: ақымақтық, қорқыныш және ашкөздік. Қажет нәрсені сатып алмаңыз, бірақ не керек соны алыңыз. Жақын адамда кемшіліктерін түзетіңіз, немесе оларға шыдаңыз. Түзетсеңіз серіктесіңіз жақсы болады. Егер шыдай алсаңыз, өзіңіз жақсы боласыз. Бейтаныс адамдардың көзінше әйеліңмен тартыспаңыз және ұрыспаңыз. Біріншісі ақымақтықтың белгісі, екіншісі бұл ашудың белгісі. Егер адам сізден бас тартса, мұны жүрегіңізге жақын қабылдамаңыз. Біліңіз, сіздің өміріңізде шынымен сізді бағалайтын біреу үшін орын босат. Әзілдермен абай болыңыз. Сізді дұрыс түсінбеуі мүмкін. Адамның шындықты айтқанын қаласаң, оған еркін сөйлеуге рұқсат ет. Бірдеңе дұрыс болмаса, керісінше жасаңыз. Егер сіз өмір салтыңызды өзгерте алмасаңыз, сізге ешкімде ештеңе де көмектесе алмайды. Әйелімен үйлесімді өмір сүрмейтін біреуді дос етіп таңдама. Жауларыңды қуантпау үшін өмірде бақытсыздықтарыңызды жасырыңыз. Үстелден сәл аш тұрыңыз. Және сіз әрқашан сау боласыз. Ақша үнемдеу үшін өзіңізді тәртіпке келтіріңіз. Бұл табысқа жету үшін маңызды.
Егер сіз біреумен кеңесетін болсаңыз, алдымен бұл адамның қалай өзінің проблемаларымен күресетінін қараңыз. Сәтті неке екі нәрсеге байланысты екенін есте сақтаңыз. Бірінші, дұрыс адамды табыңыз. Екінші, дұрыс адам бол. Сен жасай алатын ең үлкен ысырап бұл уақытты босқа кетіру екенін әрқашан есте сақта.